Саламатсыз бе? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіз. Сабақтың тақырыбы төс датчигі. Робот деген не? Робот тірі организм принципі бойынша құрастырылған, жандандырылған автомат құрылғы. Роботтар қарқынды дамып келе жатқан болашақтың жоғарғы технологияларының бірі. Қазіргі кезде роботтар өміріміздің көптеген саласына еніп үлгерді. LEGO MINDSTORMS Education EV3 негізгі оқу-жаттығу роботы. LEGO MINDSTORMS программаланатын роботтарға қолданатын құрастырғыш құрылғы. Датчик әртүрлі ақпаратты температура, жылдамдық, сәуле, төс, дыбыс, өлшеуге арналған құрал. Датчиктер электронды және механикалық болып бөлінеді. Электронды датчиктің құрамына сезгіш және түрлендіргіш элементтер кіреді. Олардың негізгі ерекшеліктері сезгіштігі. Датчиктер қызметіне қарай жанасу датчигі, ультрадыбыс датчигі, гироскопиялық датчик және төс датчигі деп 4 түрге бөлінеді. Жанасу датчигі батырманың басылғанын немесе басылмағанын дәл анықтайтын құрал. Жанасу датчигі күнделікті өмірде жиі қолданылады. Мысалы, компьютер пернетақтасында, электронды пианиналарда. Төс датчигі төс немесе жарықтылығын анықтай алатын сандық құрал. Төс датчигінде төс режимі 1 см қашықтықтағы нысандардың 7 түрлі түсін және жарықтың деңгейін анықтай алады. 1 қара, 2 көк, 3 жасыл, 4 сары, 5 қызыл, 6 ақ және 7 қоңыр. Егер элемент датчиктен шығарылса немесе элементтің түсі дұрыс анықталмаса, датчик осы түс туралы түссіз деп хабарлайды. Төс датчигінің негізгі қызметі түстерді анықтау, шашыраңқы және шағылысқан жарықты өлшеу. Біз заттарды түсі бойынша бөлетін роботтарды құрастырып, әртүрлі түстің жарықпен шағылысуымен тәжірибелер жасай аламыз. Төс датчигі 3 режимге ие: төс режимі, шағылысқан жарық жарықтылығы режимі және сыртқы жарық жарықтылығы режимі. Төс датчигін қолданып жұмыс жасау үшін роботты мына суреттегіде құрастырып алуымыз керек. Роботты қатесіз құрастыру үшін оқушыға арналған LEGO MINDSTORMS Education EV3 программасын ашамыз. Ең алдымен программаны жүктеу үшін мына сілтемеге өтуіміз керек. Астыңғы берілген сілтемені браузерге жазып, осы бағдарламалық жасақтаманы көшіріп алуымыз керек. Немесе осы көріп отқан видеоларыңның астында сілтеме бар, сол сілтемені басып, бірден жүктеп алуға болады. LEGO MINDSTORMS бағдарламасын жүктегеннен кейін өз компьютерімізге орнатып аламыз. Жұмыс үстелінде мынадай жарлық пайда болады. Жұмыс үстеліндегі осы LEGO MINDSTORMS бағдарламасын 2 рет шерткен кезде бізде мынадай интерфейс ашылады. Бұл жерде төмен қарай түсеміз. Самоучитель батырмасын басқаннан кейін төмен қарай түсіп, мына нұсқаулықты басамыз. Бұл жерде білім беру роботын мына батырманы басу арқылы құрастырып шығамыз және оған төс датчигін жалғаймыз. Осы нұсқаулықты көріп аламыз. Одан кейін барып плюс батырмасын басу арқылы жаңа бет ашамыз. Мына берілген старт блогына рульдік басқару блогын қосамыз. Бұл жерде мына батырманы таңдаймыз және 40. Оған күту блогын жалғаймыз. Бұл жерде біз қара түсті таңдайық. Қара түсті таңдаған себебіміз төс датчигі осы қара түсті көрген кезде тоқтауы керек. Күту блогына тағы да рульдік басқару блогын жалғаймыз. Біздің бағдарламамыз дайын болды. Біз алдымен роботпен өз компьютерімізді байланыстыруымыз керек. Ол үшін кабельді USB жағын өзіміздің компьютерімізге тығамыз және мына басын EV3-ға байланыстырамыз. Міне, біздің роботымызда және бағдарламамызда дайын болды. Енді құю батырмасын басамыз. Бұл жерде құю батырмасын басқаннан кейін бағдарламамыз роботтың EV3-на жүктеледі. Біз мынарада қара түсті таңдап кеттік және біздің роботымыз қара түске барған кезде тоқтап қалу керек. Бастап көрейік. Міне, біздің роботымызға бағдарлама жүктелді. Біз құю батырмасын басу арқылы бағдарламаны роботқа жүктеп қойдық. Енді роботымызды тексеріп көрейік. Біздің роботымыз іске қосылды. Бізде барлығы сәтті шықты.